Сәлеметсіздер ме тыңдармандар? Мен бүгін сіздерге мұғалімдерге ең қажетті дайын тапсырмаларды пәндер бойынша алатын сайтты көрсететін боламын. Ол сайттың аты Learning Apps деп аталады. Осылай Google-ға Learning Apps деп жазасыздар, бірінші тұрған сайтты басамыз. Енді бұл сайттың ерекшелігі бұнда әртүрлі тапсырмалар жасауға болады. Міне новый упражнение дегенді басасыздар. Көрдіңіздер бірнеше салыстыр, арғасын тап, бос сөздерді орналастыр, слова из букв, кроссворд, пазл, угадайка дейді, аудио, видео контент дейді, карта бойынша, скачки дейді, бәйге, таблица толтыру, осы бойынша бірнеше тапсырмалар бар. Енді мен сіздерге осы Learning Apps сайтындағы дайын тапсырмаларды көрсетейін деп тұрмын. Міне все упражнения дегенді басасыздар. Мына жерде категория деген жерде барлық пәндер жазылып тұр. Ағылшын, биология, география, информатика, испан тілі, ағылшын тілі, итальян тілі дейді. Одан да басқа орыс тілі, философия дейді, бірнеше пәндер жазылған. Енді осының ішінде мысалы мен географияны ашып көріп, өзіме келетін мысалы бір тақырыпты алып пайдалансам болады. Мысалы мына жерде мен Қазақстан дегенді басайын. Егер осының ішінде менің іздеген тақырыбыма сай келетін тапсырма түрі тұратын болса, осыны сабақта пайдалансақ болады бірден. Тіркеліп алсаңыздар да болады, тіркелмей көрсеңіздер де болады. Мысалы, қазақ елінің пайдалы қазбалары дейді. Бұл тапсырмада Қазақстанның пайдалы қазбаларының кен орындарын көрсетіп шығу мақсатында істелінген. Жарайды. Енді мына жерде играть жалғыз өзің ойнау, не болмаса достарыңмен ойнау деген сияқты таңдау тұрады. Бұл таңдауды таңдайсыздар. Тапсырма шықты. Бірінші сұрақ. Қазақстанның көмір кен өндіру орындарының ең негізгі басым бөлігі көрсетіледі. Мына жерде беріп қойған, мысалы, Қарағандыны таңдайын. Галочканы қоямыз. Келесі сұрақ бірінен кейін бірі шыға береді. Міне осылай алсаңыздар болады. Тақырыпқа байланысты тақырыптарыңызды жазсаңыздар, бар болса осы жерден көрсетіп береді. Мысалы үшін саяхатшылардың зерттеушілер деп жазайын. Қандай тапсырмалар береді екен? Қазір іздеп жатыр. Міне саяхатшылар мен зерттеушілер бойынша болған жоқ. Тек қана ұсынып тұр. Географиялық объектілер, Шығыс Қазақстан өзендер, Қазақстанның суларының өзендер деген сияқты осы Learning Apps'та жасалған тапсырмаларды көрсетіп тұр. Бұны жасаған өзіміз сияқты әріптестер, тек ол кісілер публикация жасаған, сондықтан оларды біз басқа адамдар көре алады, сабағына пайдалана алады. Міне осындай әр пән бойынша біз дайын тапсырмаларды алып сабағымызға пайдалансақ болады. Не болмаса, жерде новый упражнение дегенді басып, өзімізге жасап аламыз. Ол өте оңай әрі тиімді сайт. Достар, менің каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.